Аймағымызда қосалқы шаруашылықты дамыту мәселесі өте өзекті. Осы мақсатта Меркі ауданында Атамекен кәсіпкерлер палатасының ұйымдастыруымен қосалқы шаруашылықты тиімді пайдалану, өз аулаңдағы жер теліміңнен табыс табуға бағытталған үлкен семинар өтті. 450-ге жуық жеке кәсіпкерлер мен кәсіп ашуға ниетті азаматтар лимон өсіру, бадам, жүзім, анар өсірудің тәсілдері мен әдістерін тыңдауға жиналды. Кәсіпкерлік палатасының ұйымдастыруымен аймақтың әлеуметтік экономикалық әлеуетін көтеру мақсатында өңірімізде 10 сотық пилоттық жобасы іске асырылады. Жобаның мақсаты қосалқы шаруашылықты тиімді пайдалану, одан табыс табу, ауылдық жерлердегі тұрғындардың әлеуметтік жағдайын көтеру. Осы міндеттерді іске асыру үшін кәсіпкерлік палатасының Жамбыл облысындағы мамандары жақсы өнім беретін дақылдарды зерделеп, табысы мол болатын өнімдерді таңдады. Оларға анар талын өсіру, жүзім, лимон, сондай-ақ бадам өсіруді жатқызуға болады. Өсірем деген өсімдігіңіздің тамыры қай биіктікке жерге дейін баратын, соған қарап, соның мынандай институт бар аумақта. Соның сарапшылары келіп, сол 1 метрге дейін оның жерін алады. Жерін алып, әр слойын қандай ішінде магний, калий, фосфор, соның бәрін зерделейді. Бұдан басқа кәсіпкерлер палатасы ауыл тұрғындарына жаңа 50 жобаны үйрету бойынша семинарлар өткізіп, дайын жобаларды іске асыруға шақырды. Жаңашылдыққа жылыжай кәсібімен айналысып жүрген кәсіпкерлер де қызығушылық білдіріп, несие алу жолдары мен шаруаны қаржыландыру мәселесіне қатысты сұрақтарын қойды. Ләззат Серікбай, Еркін Жасыбаев, Ақсәуле Абытай, Жеті Ньюс, Меркі ауданынан.